Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін өздеріңіз видеоның сыртынан көріп келгендей, осы шөп тартқышпен және де Алиэкспресстен келген түйеқалғышпен таныстырмақшымын. Қазір бірінші осыдан бастайын. Жаңадан шөп тартқыш алған болатынмын, осыдан 1-2 апта бұрын, бірақ қазір түсіріп жатырмын. Жалпы сыртқы келбеті осындай. Мынау тұрған не нәрсе десеңіздер, бұл жүгері салғыш екен. Жүгеріні ортасындағы сотасымен тартады, осы жерден салынады. Және де пышағы осындай. Пышағы өткір емес, пышағы кәдімгі ешқандай жүзі жоқ. Осылай жасалынған. Бұл шөпті, жемді не нәрсе болсын ұрып майдалайды. Мынау осы қақпағы салынатын жері. Мынау кетіп осыған. Мынау өзінің қақпағы арнайы осылайынан киіледі. Осылайынан киіледі, және де бұл қақпақтың сыртынан жем салынады. Мынау резбі. Осы резбі былай бұраған сайын ашылады, жабылады. Осы жерден жемнің регулировкасын жасауға болады. Жемді салып, жемді аз-аздан жіберуге немесе жай жіберуге болады. Және де бұл шөп тартқыш 3 в 1, яғни 3 нәрсе жасай алады. Шөп тартады, жем тартады и жүгеріні сотасымен тартады. Мына жерінде өзінің ауысатын сеткалары бар. Мына астына, қазір ешқандай сетка тұрған жоқ, шөп тартатын болған соң астына өзінің жүгеріге және де жемге арналған өзінің сеткалары бар. Солар салынады, және де мынау нәрсе теріс айналып, мынау бітеу жері салынады. Сол кезде жем астынан тартылып майда болып түседі. Жалпы осы 220 вольттық моторының күшін көрсетейін, егерде түсінетіндер болса. Міне моторының күші осындай. 220 вольтқа арналған, жаңа айтқандай. Және де осындай автоматы бар. Қосқан кезде осымен қосамыз. Бұл өздеріңіз білесіздер, көп тоқ келіп қалса и бір жерден бірдеңке замикание болса, осы нәрсе қорғайды. Және де мына жерде мотор қызса автоматически өшетін осындай өздері арнайы орнатқан құрылғысы бар. Осы нәрсе егерде мотор қызса автоматически моторды өшіреді. Мотордың күйіп кету қаупін азайтады. Жалпы сыртқы келбеті осы. Бағасы 80 мың теңге болды. 83 мың деп тұрған жерінен 80 мың теңгеге алдық. Міне осылай шөпті майда қылып тартады. Бұл шөп емес, мынандай пресстерді вообще майда қылады. Бұл мынандай қамыстар. Өздеріңіз білесіздер, менің тұрақты подписчиктерім біледі. Осылай қамысты даладан орып әкеліп, биелерге, малдарға, жалпы барлық малға қазір қамыс беріп жатырмын. Әкеп осылай кептірем. Кептірсе, мынау нәрсе жақсы тартады. Ал кеппеген болса, сәл ірілеу қылады. Бұл жаңа айтқандай ұрып майдалайды, кеспейді. Кепкен болса қытырлап майда болып кетеді. Сондықтан кептіріп тартқан жақсы екен. Осылай тартып, бір 2-3 күнге жететін қылып тартып қоям. И мына тұрған астаумен, кірлермен бір толтырып берем. Бір малға осыны толтырып берем. Жалпы үлкен жылқыға, құлындарға біреуін 3-ке бөліп берем. 3 құлын бар. Осыны толтырып 3-ке бөліп берем. 3 құлынға. Тарту жылдамдығына келетін болсақ, өздері айту бойынша 2 минутта 6 кило шөп тартады деп берді. 6 кило шөп, мынандай шөптерді, пресстерді 6 кило шынымен де тартады екен. Ал бұлай қамысты болса, қамыс қатты, бұны 2 минутта 6 килосын тартып жатқан жоқ. Бірақ өте жақсы нәрсе екен. Бұның алдында да сіздерге көрсеткен болатын. Алдыңғы видеоларда қамыс тартып беріп жатырмын деп. Ол өзде басқа бір адамның драйвилкісетін, өзіміздің туысқанымыздың. Ал енді бұл өзіміздікі. Өзім алған кезде түсіріп салам деген болатынмын. Міне сол видео бүгін. Қазір сіздерге қалай тартатынын көрсетем. Видеосын тамашалаңыздар.
Міне достар, жана осы дровилканың қалай жұмыс жасайтынын сіздер көрдіңіздер. Барлығын толық айттым деп ойлаймын. Қазір енді сіздерге AliExpress сайтынан келген, яғни Қытайдан келген тұяқ алғышты көрсететін боламын. Яғни ойма пышақ заказ берген болатынмын AliExpress сайтынан. Қазір соны сіздермен бірге ашып көрсететін боламын. Ал міне достар, астына осындай қара мата төсеп қойдым. Жақсы көріну үшін міне Ақниет Нұрланұлы деп тұр мына жерде. Маған келген посылка. Ал енді мына тұрған канцелярский ножбен ашатын боламыз. Так. Бисмилля деп ашайық. Өте жақсы қапталған. Енді іші бүлінбеген бекен тексерейік. Міне сырты осылай қапталған, мындай сынып қалмас үшін өте жақсы қапталған екен. Ал енді ішінің сапасын көрейік. Аямай ораған екен, базар жоқ. Ал міне көптен күткен пышағым алдым. Лақтырып қойын мына жаққа. Ал міне достар, пышақ міне сапасы өте жақсы, ағаштары өте керемет, жүзі де өте өткір. Міне мына ойма пышақ, міне мына тұрған жерімен аттың астындағы етін алуға арналған. Аттың, сиырдың, жылқының, жалпы ірі қараның табанына арналған. Осымен міне аттың астындағы тұяғын кертіп алады. Олай болса достар, бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Арнаға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар.